Өміріңе ақшаны тартуға болатын ең басты екі қағиданы айтамын. Таңғаларлығы бұл екі ереже бір-біріне қарама-қайшы сияқты көрінеді. Бірінші ереже – ақшаны үнемі ойла. Екінші ереже – ақшаны мүлде ойлама. Дәл қазір ми қыртысыңның жиырылып, бұл ақпаратты қабылдамай жатқанын білемін. Сөздерімнің мәнін қазір түсіндіріп беремін. Ендеше бірінші ереже – ақшаны үнемі ойла. Сен әрдайым ақша көп жерді іздеуің керек. Балығы шүйгін жерді іздеген балықшыдай, балыққа қармақ лақтырып күтіп отыратын жер емес, қармағыңды жинап алып қолмен суыра салатындай жерді табуың керек. Жалақысы жоғары жақсырақ жұмыс орнын іздеп тап. Ары қарай шығындарды үнемі бақылауда ұстау. Егер қалауыңды аз ақшамен өтей алатын болсаң, солай істе. Мысалы, әлгі балықтарды қолмен жинап торға тастадың, ал торда тесік бар делік. Әрине ұстаған балығың қайта суға кетері анық. Олжаң ортаймасын десең, жай ғана тесігіңді жама. Сол сияқты өз шығындарыңды бақылауда ұста, ісіңді аз шығын шығарып істеуге болатындай жол тап. Келесі, әрдайым өзіңді нарықпен салыстыру. Балық жақсы ауланып жатқан сияқты, тесік жамалғандай болды. Бірақ көршінің балықты күрекпен күреп тауып жатқанын көресің. Бірден сайманыңды жинап, балығы көп жерге бар. Әрдайым өзіңді нарықпен салыстыр. Аз күш жұмсап, көп жалақыға кенелетіндей нұсқаларды қарастыр, мониторинг жаса. Осы бөлім соңында ескертіп айтарым, өзіңді алдауға жол берме. Неге екенін қайдам, ақшасы аз адамдар ақшасын кері сұрауға қысылады. Мысалға, оларға дұрыс қызмет, сервис көрсетілмесе, олар бүлінген тауарды ауыстыруға қорқақтайды. Неге? Ұялмау керек. Сұраңыз, талап етіңіз. Есіңізде болсын, өзіңіз ақшасын төлеген заттың сапалы болуын талап етуіңіз керек. Үнемі ақшаны ойыңыздан шығармай жүрудің аталған 4 пункті сізде ақшаның пайда болатындығының кепілдігі. Ал енді екінші ережеге өтсек. Ақшаны мүлде ойлама деп нені меңзеп тұрмын. Қараңыз, сіз жалақысы жоғары жақсы жұмыс іздеуіңіз мүмкін. Әлгі тордағы тесікті жамауыңыз, яғни шығындарды оңтайландыруыңыз мүмкін. Бүлінген тауарды ауыстыруды талап етуіңіз де мүмкін, бәрі де мүмкін. Бірақ тек осылармен әуре болған адамда жақсы дегенде қалтасында ақша болуы мүмкін, бірақ көп ақшаға кенелуі екі талай болмақ. Ең үлкен капиталдарды басқа адамдарға өте пайдалы нәрсе жасаған адамдар жинай алған. Пайдасына жаратқан адамдар қызметін тиынмен төлейді. Тиыннан ақша құралады. Солайша адамдардың өмірінде үлкен көлемде ақша пайда бола бастаған. Осы капиталды жинаған адамдар немен әуре болды дейсіз ғой? Олар ақшаны мүлде ойламаған. Олар көптеген адамдарға қажетті әрі пайдасы тиетін ерекше дүниені, IT қосымша, қандай да бір сервисті, қандай да бір өнімді ойлап табуды ойлаған. Әлемнің құрылымы тым қарапайым. Сенің іске асырмақ арманыңнан қаншалықты адамдарға пайда келетін болса, соншалықты ақша өзі саған келетін болады. Бұл өте маңызды. Әсіресе өміріңе көп ақша, өте көп ақша келгенін қаласаң, ақшаны емес, басқа адамдарға қалай пайда келтіруге болатынын ойлауың қажет. Мен де ақшаны бір жағынан ойлаймын, бір жағынан мүлде ойламаймын. Ақшаның есебін жүргізетін болған соң, оны ойлап жүремін. Әрдайым шығындарымды бақылап жүремін. Әркез маған сапалы тауарлардың жеткізілуін, дұрыс қызметтің көрсетілуін бақылауда ұстаймын. Себебі ол үшін қалтамнан ақша төлеймін. Сонымен қатар ақша жайлы мүлде ойламаймын. Мен басқа адамдарға қалай пайдамды тигізсем деп ойлап жүрмін. Ойым іске асып, біреулерге пайдам тигенде кенеттен ақшам өздігінен көбейіп, мен оны көпшілікке пайдалы болатын таңғажайып ойымды ары қарай жүзеге асыру үшін пайдаланамын. Осы екі қарапайым. Ақшаны мүлде ойламай, ақшаны үнемі ойлап жүру ережесін қолдансаң, сенің өміріңде ақшаның көп болатыны соншалық, менің өміріңе ақшаны қалай тарту керек деген сұрағымды ұмытып қалатындай боласың. Тіпті ақшаға көмілесің.